9-шы аптаның сұрақтары: Ресей империясының Қазақстандағы отарлық саясаты және оның кезеңдері. Ресей империясының Қазақстанға қатысты отарлық саясаты ұзақ уақытқа созылған және бірнеше кезеңнен тұратын күрделі үдеріс болды. Және де оның ең басты мақсаты Қазақстанды толықтай саяси және экономикалық тұрғыдан Ресейге бағындыру. Оның бай табиғи ресурстары мен стратегиялық орналасуын өз пайдасына пайдалану еді. Бірінші кезеңі 18 ғасырда басталды. Ол кезде Ресей өзінің қазақ даласына деген әскери ықпалын арттыра бастады. 1731 жылы кіші жүздің Әбілқайыр ханы Ресейдің бодандығына өтті. Үкіметке ант беріп, Ресейдің бодандығына өтеді. Бұл отарлық саясаттың бастауы болды. Және де одан кейін 1740 жылы орта жүз және 19 ғасырдың ортасында ұлы жүзде Ресейге қосылды. Екінші кезеңі 19 ғасырда жалғасты. Ол кезде Ресей империясы қазақ жерінде әкімшілік реформалар жүргізе бастады. 1822 жылы Сібір қырғыздар туралы жарлығы қабылданып, орта жүзде хандық билік жойылады. Қазақ қоғамы болыстар мен аға сұлтандар арқылы басқарылатын жаңа жүйеге көшеді. Және де 1824 жылы Орынбор қырғыздар туралы жарғы қабылданып, сол арқылы кіші жүздегі хандық басқару жойылады. Ол Ресейдің қазақ қоғамына тікелей араласуына жол ашты. Ал үшінші кезеңінен айтатын болсақ, ол 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап 20 ғасырдың басына дейінгі уақытты алды. Ол кезде Ресей империясы Қазақстанды экономикалық жағынан игере бастады. Яғни 68-69 жылдардағы уақытша ережелер бойынша қазақ жері патша үкіметінің меншігі деп танылып, жергілікті халық жерінен айырылып қалды. Қазақ даласына Ресейдің ішкі губернияларынан орыс шаруалары жаппай көшіріліп, қоныстандыру саясаты жүргізілді. Сонымен қатар патша үкіметі қазақтарды шұрайлы жерлерінен ығыстырып, жалақысыз жұмысқа салды. Ол отарлық езгінің күшеюіне әкелді. Осы жалпы үш кезеңі Ресей отарлауының үш кезеңі болып табылады. Келесі бізде Қазақстан империялық геоэкономикалық мүдденің шеңберінде. Қазақстан Ресей империясы үшін тек саяси жағынан ғана емес, сонымен қатар геоэкономикалық жағынан да өте маңызды аймақ болды. Себебі біріншіден Қазақстанның кең байтақ жері мен бай табиғи ресурстары империя экономикасына үлкен пайда әкелді. Қазақ даласында мал шаруашылығы кең дамыған. Сондықтан Ресейге ет, жүн, тері секілді ауыл шаруашылық өнімдері үздіксіз жеткізіліп тұрды. Екіншіден, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның қойнауы көптеген пайдалы қазбаларға толып жатты. Мысалы, табылып жатты. Мысалы, мыс Жезқазғаннан, көмір Қарағанды мен Екібастұздан, алтын Алтай мен Ақмола өңірлерінен өндірілді. Және де тағы бір себебі ол Қазақстанның географиялық орналасуы Ресей үшін аса тиімді болды. Қазақ даласы Орта Азияға апаратын негізгі қақпақ болатын. Сол себепті патша үкіметі бұл аймақта әскери бекіністер салып, темір жолдарды жүргізді. Мысалы, Орынбор-Ташкент темір жолы арқылы Ресей Орта Азияны оңай басқарып, сауда-саттық байланысын дамытты. Төртіншіден, Ресей империясы Қазақстанды қоныс аудару аймағы ретінде де пайдаланды. Мысалы, 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Ресейдің Еуропалық бөлігінен қазақ даласына 1 миллионнан астам шаруалар қоныстандырылған. Ол саясаттың салдарынан қазақ халқы өз ата қонысынан айырылып, аштық пен кедейшілікке душар болған. Осылардың барлығы Қазақстанның Ресей империясы үшін геоэкономикалық ресурс пен стратегиялық аймақ болғандығын көрсетеді. Келесі бізде 19 ғасырдың ортасы, 20 ғасырдың басындағы қазақ мәдениеті. Ол кезең қазақ мәдениеті үшін үлкен өзгерістерге толы тарихи уақыт болды. Дәстүрлі мәдениет сақталғанымен, жаңаша европалық мәдениет пен ағартушылық идеялар да кең тарала бастаған. Дәстүрлі қазақ мәдениеті әлі де ел арасында кең тараған еді. Жыраулық өнер, айтыс, ертегілер,
аңыздар халық арасында кеңінен қолданылды. Күй өнерінде Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей секілді ұлы күйшілер қазақтың күйшілік дәстүрін биік деңгейге дейін көтерген. Және де айтыста Шөже, Біржан Сал және Сара Тастанбекқызы секілді дарынды ақындар халықтың мұңын, арманын жырға қосып айтып отырған. Бір жағынан жаңа бағыт ағартушылық қозғалыс та бастала бастады. Яғни Шоқан Уәлиханов олардың арасында алғашқы қазақ ғалымы, этнограф, саяхатшы. Ол Орта Азия халықтарының тарихын, салт-дәстүрін зерттеп, орыс ғылымына үлкен үлес қосты. Тағы бір ағартушылардың бірі Ыбырай Алтынсарин, ол тұңғыш қазақ мектебін ашқан ағартушы болды. Балаларға арнап оқулықтар жазып, білім арқылы ұлтты дамытуға тырысты. Абай Құнанбайұлы, яғни бәріміз танитын, ол ұлы ақын әрі философ. Ол қазақ әдебиетін жаңа деңгейге көтеріп, халықты білімге, еңбекке, рухани дамуға шақырып отырды. Оның шығармаларында сыншыл реализм, гуманизм және дін мен ғылым үйлесімі көрінеді. Сонымен қатар осы кезеңде баспасөз пайда бола бастады. Яғни Дала уалаятының газеті мен Түркістан уалаятының газеті деген газеттер жарық көріп, халыққа жаңа идеялар таратуда үлкен рөл атқарды. Жалпы алғанда бұл кезең қазақ мәдениеті үшін дәстүр мен жаңашылдықтың түйіскен рухани серпіліс орын алған маңызды кезеңі болып табылды.